Жігіттер, қалай аккаунтты блоктан шығаруға болады деген сұраққа видео обзор жасаймын. Осылай блокқа кеткен аккаунттарыңызға кіресіздер. Пропустить. Міне аккаунтым блокта менің, көріп тұрсыздар. Блокқа кеткен аккаунтпен кіре алмайсың дейді. Жоға, кіре алмаған емес. Былай кіріп, горд болса гордпен жұмыс істей бересіздер. Межгорд отдельно, горд отдельно жұмыс істейді. Сосын кіресіздер де настройка кіресіздер. Сосын мына жерден аласыздар да удалить аккаунт басасыздар. Удалить аккаунт. Удалить аккаунт дегенде мынандай шығады, міне служба поддержка шығады. Сосын жазасыздар служба поддержкаға бірдеме деп. Былай нүкте қоя саласыздар. Қазір олар жазады. Міне междугородный поездканы басасыңдар. Дальше я водитель. В данный момент служба поддержка перегружен дейді. Потому что жан жақтан кешегі видеодан кейін жан жақтан жазып жатыр қазір. Таксисттер өйстіп мазаларын қашу керек. Осылай каждыйын 3-4 аккаунттан бар ма, бүкілін өйстіп каждыйын 3-4 аккаунттан жазатын болсалар, 10 мың адам 40 мың аккаунтқа жазатын болса, олар ойланады блок жайлы. Что-то біз челуші кетіп баратырмыз, осымен блокты доғарайық деп. Қазір маған осылай жазып жіберді. Здравствуйте, пожалуйста, напишите деп. Сосын мен жазып жүрдім, удалите мой аккаунт, потому что ваш индрайвер самый тупой приложение, типа так. Скачай апару деп жіберді, в общем. Қазір ответін күтеміз. Так, дальше. Благодарим за представленную информацию. Ваше обращение передано ответственным специалистам. Запрос будет обработан в течение дня. Скоро снимем блокировки дейді. И предоставим вам официальный ответ по блокировке дейді. В общем, прошу вас не удалять аккаунт деп маған жалынды. Айттым, менің жасым 50 жетті. Блокируйте лучше программу. Здесь простой таксистер. Причем деген сияқты. Скоро данную ошибку исправит дейді. В общем, бұлар көтке кіре бастады. Сосын операторға бүйтіп қойын. Болды. Нет деп қойын. Болды. Так, бағана менің аккаунтымды удалить етпей қойды. Мына 14.36. Одан кейін мен қайттан жаздым. Қайттан удалите аккаунт удалите деп. Қазақша түсінесің ба, аккаунтымды өшірейін драйверден деп жаздым. Сосын олар удалить еткен жоқ. Айттым, мен 57-тем, типа удалить етіңдер. Сосын маған өз жазды бір кезде. Я вас понимаю, только в межгороде блокировка. Мен да дедім. Сосын ол маған айтты, вы пока можете принимать заказы город. Сонда бізді, получается, бір блокқа тығып атқаны, бұлар бізді городқа тықпақшы, в общем. Түсініңіздер ма? Сосын мен айттым, городта Яндекс бар, зачем мне интровер по городу дегем? Я вас понял, в таком случае ваш аккаунт удален дейді. В общем, менің аккаунтымды все-таки удалить етті әйтеуір. Сөйтіп аккаунттан удалить етіңдер. Қазір одан кейін тағы да видео салам. Қалай обратно восстановить ету керек екен. Все жақсы жігіттер. Өйстіп добейтесь, что удалили. Яндексті айта бердіңдер. Яндекспен жұмыс істеймін, сендер керек емессіңдер деп. Яндекс походу жандарына тиеді олардың.